Мен Казталовка білім беру бөлімінде қызмет жасаймын. Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ төрайымы Кенжегалиева Асыл Закарияқызы. Негізі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бұл біздің елімізде жоспарлы түрде жүзеге асырылып жатқан әртүрлі жұмыстар бар. Сол сыбайлас жемқорлыққа жалпы негізі өз басым қарсымын. Себебі сыбайлас жемқорлық дегеніміз мемлекетіміздің өркендеуіне, яғни оның экономикасының дамуына өте үлкен кері әсерін алып келеді деп есептеймін. Себебі сыбайлас жемқорлық бұл жаңағы елдің алға қойған мақсаттарын кері қарай шегіндіруіне әкеліп соқтырады. Бұл сыбайлас жемқорлықты жалпы мысалы білім саласында қызмет жасайтын болғандықтан отан отбасынан басталады дейді. Отан отбасында балаға тәрбие дұрыс берілу керек деп есептеймін. Енді осы сыбайлас жемқорлыққа жалпы мен өзімнің қосар үлесім сыбайлас жемқорлық орын алған жерді көрген жағдайда тиісті орындарға хабарлап, ол сыбайлас жемқорлықтың болдырмауын өзім жүзеге асырамын деп сендіремін. Жақсы.